Жылжымайтын мүлік дегенге кіреміз. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйге деген да таңдаймыз осыны. Онлайн сұраймыз. Кезекке қою деген таңдаймыз. Облысы, ауданы, санат, санатша осындай нелерін бәрін толтырып шығамыз ғой. Деректерді толтырып болғаннан кейін аяқтайсыз да қол қоясыз есеп бүкіліш арқылы. Облысты таңдайын. Шымкент қаласы. Аудан Шымкент. Санат көпбалалы отбасымын. Санатша көпбалалы отбасылар. Негізі осы жерден мынандай нелер қайсы дұрыс келеді соны басасыз. Телефон номеріңізді жазасыз. Электрондық пошта. Электрондық поштаны жаздық. Енді бірге тұратын отбасы мүшелері туралы мәліметтер бөлімі дейді. Жсен. Сен-7 50301 туыстық дәрежесі. Мына жерге балдардың несін қосып шығамыз. Метркелерін. Осылай толтырып шықтым. Неге жүсендерін жазып, туыстық дәрежесі дегенге мынаны күйеуіме бердім да, мынаны балдарға бердім. Енді толтырып шықтым. Енді мына жерге осы отбасы мүшелерінің суреттерін, жаңағы метркелердің суреттері, паспорттардың суреті болса, осы жерде қоясыз. Файл таңдаңыз деп тұр, осы жерден қоясыз. Енді тұрғын үйдің өзге квадратный бөлмесіне кірсе емеспін дейді. Фтишқа қойсаңыз болады. Қоймасаңыз болады. Міне, төртінші қадамға келдік. 15 жұмыс күннен кейін мәртебесі жеке кабинеттен көреміз.